Суретке қарап, есептің шартын құрайық. Бақшада 7 қызыл қызанақ пісті. Ал қызылға қарағанда 3 сары қызанақ артық пісті. Барлығы неше сары қызанақ пісті? Есептің шартын құрайық. Сұраққа жауап берейік. Есепте қызыл қызанақтар жайлы не белгілі? Дұрыс, 7 қызыл қызанақ болды. Сары қызанақтар жайлы не айтылады? Дұрыс, сары қызанақтардың саны белгісіз. Бірақ 3 қызанақ артық екені белгілі. Есептің шартын сызба түрінде құрайық. Есепте айтылған қызыл қызанақ туралы белгілі мәліметті көрсетеміз. Ал енді сары қызанақ туралы есеп шартында белгілейміз. Есептің сұрағын сызбада көрсетеміз. Ал енді есепті шығарамыз. Есеп сұрағына жауап беру үшін не істеу керек? Дұрыс, 7-ге 3-ті қосу керек. 7 қосу 3 тең 10. Жауабын жазамыз. Бақшада 10 сары қызанақ пісті.